суретке түсіріп жіберуің керек. Сосын одан кейін анау не бар ғой? Иә. Жаңағы мынау келесі келесі деп өтіп кетіп жүрмеңдер осы кездегідей. Мақұл ма? Сол сұраққа баратынбыз. Қазір ондай емес бұлар. Е? Соны есте сақтаңдар. Сосын міндетті түрде барлық сұраққа жауап берулерің керек. Енді сұрақтардың жауаптарын қай сұрақтар қиындық келтірді, сол туралы айта беріңдер. Айта бер, Армина, қай сұрақ? Ашық тұрмас әлде оқиын ба? Оқи берші. Қазақстан Республикасы және спорт саласындағы мемлекеттік саясат дене шынықтыру мен және спортпен айналысудың еріктілігі деп анау заңдар тұрады. Тұрады ғой астында. Енді ше балдарым, сендер ше мамандықтарын дене спорт болғандықтан, оның ішінде дене шынықтыруға байланысты заң болады. Түсіндіңдер ма? Иә. Дене шынықтыруға байланысты не? Құжатта көрсетілген деп па? Мүмкіндігінше сендерге басқа заңнан алған жоқпын. Барлығы дене шынықтыру және спорт туралы заңға байланысты алдым. Неше сағат Апай, береді? неше сұрақ келеді бізге? Сендерге 50 Абай сұрақ, неше о? 150 сұрақ салып тұрмын, бірақ соның ішінде 50 сұрақ келеді. Қайсысы келетінін білмеймін. 50 сұраққа жауап бересіңдер. Сосын мен сендерге ше нені жібердім ба? Бағалау шкаласын жібердім ба? Жоқ. Бар ма бағалау шкаласы? Мыңшадан мыңшаға деген. Неше уақытта қалай болады? Уақыты әр сұраққа 1,5 минут. Жоқ, жібермедіңіз. Почти 1 сағат қой, онда. 75 минут қой енді. 1 сағат неше минут? 20 минуттай ма? Болайын деп тұр ғой сонда. Е? Сөйтейін деп тұр ғой. 20 минут. Не ғой? Жағы болғаннан кейін маған хабарласып айтып отырыңдар, болдым деп. Астында балы көрініп тұрады бәрі. Қанша сұраққа жауап бергендігін, неше сұраққа жауап бергендігін бәрі көрініп тұрады балдарым. Қателеспеңдер, неғылмаңдар жағы, шатасып кетпеңдер. Бірақ енді ондай жаңылтпаш болып тұрған сұрақтар жоқ. Сұрақты оқысаңдар, сұрақты оқыдыңдар ғой. Сұрақты оқыған кезде бір жауабы дұрыс, қалғанының бәрі бұрыс. Өзі біреуі сенің қасында қалады да, қалғандары қашып кетеді. Мен сендерге постоянно айтамын ғой тестіде. 1,5 минуттан. Суретке түсіріп жіберуді ұмытпайсыңдар. Ең бірінші бастағанда түсіреміз ғой, апай, Бастаған кезде сені өзіне айтады, суретке түсіріп жіберіңіз өзіңізді дейді. Сол кезде суретке түсіріп жібересің. Одан кейін барып, тағы да орта жағында тағы да келеді саған, суретке түсіріңіз деп. Сен өзінің жұмыс істеп отырғанын біліп тұру керек қой. Нешеу кіріп отырғанымыз? Иә. Екеуге? 7 бала кіріп отыр. 6 мәлі. 6 шығар. 6. 6 адам кіріп отыр. Ал тағы практикалық сұрақтарда. Студент 2 мұғалім кіріп отыр. Ау? Практикалық сұрақтардан қиын. Бәрі нормально, апай. Апай, мысалға 1,5 минуттық сұрақ болса, 1,5 минутта жауап бермесек, ол сұрақ келесі автоматически өтіп кете ма, қалай болады? Жоқ, енді ондай өтіп кете қоймайды ғой, енді бірақ саған сұрақ өтіп кетпейді. Уақытын өтіп кетеді. Уақытын өтіп кеткен кезде уже тоқтайды ол автоматически. Мүмкінше балдарыма былай мысалға кеше мына емтиханда мынандай кездесті, жағы шамалы енді өшіп қалды деген демеймін енді
тоқтап қалған сондай кездер болды. Бірден хабарласасыңдар ғой маған. Мақұл ма? Не нәрсе болса да бірден маған хабарласыңдар, айтыңдар. Гүлзира апай осындай болып тұр менде, осындай болып тұр деп. Мен сол жақта болам. Сосын өздерінен өздерін бүгін кешке жақын бастап кетіп, сондай болмайды, кіре алмайсыңдар оған. Достық жоқ. Ертең сағат ровно 10-да бастаймыз. Мен колледжде болам, бастай беріңдер деймін, студентте бастайсыңдар. Студентте сөйлесіңдер. Сөйтесіңдер. Енді менің ішінде сендерде теориялық сұрақтар бар. Теориялық сұрақтардың жауаптарын таптыңдар деп ойлаймын. Олар қиын емес. Енді шамалы қиындықтар келтіруі мүмкін, сендерге практикалық сұрақтар қиындықтар келтіруі мүмкін. Мысалға, агглютинация әдісіне қайсысы жатады, мынау зейіннің ырықсыз түріне қайсысы мысал болады деген сияқты ше. Бар ғой ішінде сұрақтар сондай. Иә. Сондай сұрақтар сендерге қиындық келтіруі мүмкін. Сол сұрақтарды дұрыстап оқисыңдар, жауаптарын қарайсыңдар. Сосын енді оқулықтар қолдарында кітапты не істеп жатсыңдар балдар ма? Электрондық неге? Интернетте. ЦБР-ға кіріп жатсыңдар ма? ЦБР-ға да кірсеңдер. Барлық нелер бар ғой, психология оқулықтары бар ғой. Ау? Гуглда да бар. Гуглда да бар ғой, бірақ енді ше, ЦБР-дағы колледждің ішіне кірсеңдер, соның ішінде де тұр ғой, Жұмасованың оқулығы тұр, Жарпаевтың оқулығы тұр, Алдамұратовтың оқулықтары тұр, барлығының оқулықтары тұр. Сондай нәрселерді қараңдар. Енді, мысалы, мен айтайыншы практикалық сұрақтардан. Бір-екеуін мысал келтірейін. Жаңағы, Рамина сен нені заңға байланысты қойдың ғой, сонымен оны түсініңдер, ішінде денеге байланысты болғандықтан, жаңағы Қазақстан Республикасының дене шынықтыру және спорт туралы несінің ішінен, заңның ішінен алынды. Түсініңдер ма? Деп айтып отырыңдар. Мысалға ше, мынандай сұрақ бар ішінде сендерде. Бала кішкентай кезінен бастап футбол ойнайды. Аулалық футбол клубының белсенді ойыншысы. Атақты футболшылар туралы барлығын біледі. Телевизордан, басылым материалдарынан футбол матчтары футболшылар туралы хабарлар жібермейді. Болашақта мектеп бітірген соң бала жасынан өзі жақсы көретін спорт саласында жұмыс істеп, кәсіби жаттықтырушы болады. Бұл неге жатады? Іс-әрекет компоненттері қызығу, дұрыс. Сондай нені ұмытпайсыңдар. Осындай практикалық сұрақтарға ше абай болыңдар, мақұл ма? Практикалық сұрақтарға. Одан кейін, мынаны қараңдаршы, бала бокспен айналысқанда бір жағынан қарсыласын бақылайды, бір жағынан өзінің ойын тактикасын ойластырады, бір жағынан бокс қимылдарын жасайды. Бұл мысалы зейіннің бөліну. Дұрыс. Тауыпсыңдар ғой жауаптарын. Апайна 102-ні қарайшы, ырықсыз зейінге мысал болады деген. Ырықсыз зейінге ше, бұл жерде енді жауаптары жоқ ше, Рамина. Менше бірден осының сендерге жауабын айтайыншы. 102 ырықсыз зейінге мысал болады. Тыңдандар. Ырықсыз зейінге мысал болады. Міне, 5-ші сынып оқушылары спорт залында дене жаттығуларымен айналысуда, кенет киім ауыстырып ұрысқан екі қыздың айқайы шықты. Балалардың барлығы соған назар аударды. Түсіндіңдер ме? Осы жауабы. Сосын мынаны шатаспаңдар балдар ма? Мына бір сұраққа қараңдаршы, практикалық сұрақ қой бұлдар. Мектеп оқушылары 107-ші сұрақ. 107-ші сұрақ. Да, оқысыңдар ғой, Мектеп оқушылары дене шынықтыру сабағында ең алдымен басқа арналған, содан соң мойын мен иыққа, сосын белге, содан соң қол мен аяққа арналған жаттығуларды мұғалімнің басшылығымен орындады.
дене жаттығуын бұлайша бөліп орындау ойлау процесінің мынандай тәсіліне мысал болады. Балдармау ше? Жоқ, балдармау, жалпылау емес. Бөліп орындады деп өзім жазып тұрмын. Ойлау тәсілдерінің ішіндегі бөлу деп отыратынымыз ше? Естерінде бар ма? Анализ бен синтез деп бастайтын едік қой. Бөлу, таңдау, анализ, дұрыс. Шатаспаңдар, жалпылау емес. Анализ. Ал енді мына нені сұрақтағандаршы, ысқырық, доп, гір, ракетка, секіргіш ұғымдарын спорт құралдары деп біріктіреміз дейді. Бұл ойлаудың мынандай тәсілі. Жалпылау. Енді бұл жалпылау. Жалпылау тәсілі. Сосын да қиялдың жасалу жолдарына кезінде мысал келтірген шығар, бұл туралы мен айтпай ақ қояйын. Иә, оны түсіндім апай. Интернетте бар шығар. Мынау сұрақ ше. Иә, бар, дұрыс айтасың. Жанышу, долылық, ашу-ыза, эмоцияның натуріне мысал болады. Аффект, дұрыс. Аффект? Иә, аффект. Сосын ше темпераменттің типтерін не қылдыңдар ма? 4 темпераменттің типтерін. Иә. Ішінде күйгелек деген сөз бар болатын болса ше, күйгелек, ашуланшақ дейтін болса, холерик. Холерик. Иә. Сосын тұрақсыз, көңілді дейтін болатын болса, олар қой, сангвиник. Сосын сабырлы, салмақты дегендер бар болатын болса, онда ол флегматик. Ішінде бар болатын болса. Және не бар болатын болса, ішінде жағы сезімтал, көп адамдармен араласпайды дейтін болса, ол уже меланхолия. Сондай сөздерге қарайсыңдар, темпераменттің 4 типіне байланысты, қандай тип, мынау қандай тип дегендер келеді ғой. Сол кезде соған не қылыңдар, абай болыңдар. Өше қызып отыр, ана жерде бірақ кіріп отырған жоқ, деймін олар, көрінбейді. Так. Сосын мына бір жаттығуды не қыласыңдар ғой, сұрақты қарайсыңдар. Дене тәрбиесі пәні оқушыларға жаттығу жасатқанда екі түйсік қатарынан жұмыс істейді дейді. Көру, сосын жасау ма? Иә, көру және есту түйсіктері. Екі түйсік қатарынан жұмыс істейді деген жер уже синестезия. Синестезия. Немен шатастырып алмаңдар сенсибилизация мен синестезияны. Сенсибилизация арту сезгіштік. Ал синестезия екі түйсік қатарынан жұмыс істеу. Екі қатар жүруі. Сосын мына сұрақтың жауабын таптыңдар ма? Жағы, бұл ырықты зейінге мысал болады деген 117 сұрақтың жауабын, енді оны таба алмайсыздар ғой, сендерге мысал беріп тұрған. Соның жауабын айтайын. 117 сұрақ. Бұл ырықты зейінге мысал болады. 7-ші сынып оқушысы Самат геометрия пәнінен емтиханға бар күш-жігерімен дайындалуда. 7-ші сынып оқушысы Самат геометрия пәнінен емтиханға бар күш-жігерімен дайындалуда. 117. Бар күш-жігерімен дайындалуда. 7-ші сынып оқушысы Самат геометрия пәнінен емтиханға бар күш-жігерімен дайындалуда. Осындай практикалық сұрақтарға абай болыңдар, е балдар ма? Мына бір сұрақтың жауабын таптыңдар ма? Адам ашыққанда, шөлдегенде, жүрегі айнығанда, іші ауырғанда болатын сезінулері түйсіктерге жатады. Түйсіктерге байланысты ше біз айтып едік қой, 3 топқа бөлініп кетеді деп, үлкен 3 топқа. Нешінші сұрақ апай? 120. 120. Органикалық түйсіктер, дұрыс. Молодец, Ера менің. Дұрыс. Так, 122. 122. Ақ қағазға. Жауабы қалай болды? Қағазға. Жасыл лампочканы жағып. Ал? Органикалық айттық қой уже жаңа.
Мен сет дұрыс отырып қой. Дұрыс естілмей тұр ма не? Дұрыс естіліп тұр, бірақ кетіп қалып тұр, апай қайтады. Мен ауылда сет нашар болып отыр. Хорошо. Мынау 122-ні қараңдар. Ақ қағазға жасыл лампочканың жарығы түссе де, қызыл лампочканың жарығы түссе де, адам оны ақ қағаз деп қабылдайды. Бұл қабылдау процесінің константлығы. Естіліп тұр ма, Елдос? Иә, апай. Хорошо. Елдос. Так, енді 123 қабылдаудың мағыналылығына мысал болады. Оқушы өзі түсінбейтін тілдегі сөздерді мүлдем ұқпайды. Осы жауабы. Оқушы өзі түсінбейтін тілдегі сөздерді мүлдем ұқпайды. Менше сендерге практикалық сұрақтарды айтып жатырмын, өйткені теориялық сұрақты табасыңдар. В любом случае, ше, бұл жерде практикалық сұрақтар ғой, сендер шамалы шатасулары мүмкін. Сосын ше, балдарым, спорт психологиясына байланысты біраз сұрақ берген, байқадыңдар ма? Иә. Сол спорт психологиясының анықтамасын біліп тұрсыңдар, ішінен бірден таба аласыңдар. Анау ең бірінші осы дамуына үлес қосқан ғалым кім деп айтты? Нешінші сұрақ, апай? Дамуына не қылған? Спорт психологиясын шығарған адам ғой, спорт психологиясы. Лесгафт қой, ұмытпаңдар, е? Спорт психологиясының ғылым ретінде шығуына үлес қосқан Лесгафт. Орыс тілінесі психолог-педагогі. Бар ма, Рамина, тапсыңдар ма оны? Апай, сұрақтың номерін таппай едім. Сол, мен де таппай тұрмын оны. Міне, жетінші сұрақ қой, спорт психологиясы мынандай жерде дүниеге келді, және негізін салған ағартушы дегенше. 19-шы ғасырдың басында, 20-шы ғасырдың басында Лесгафт. Атағай? Лесгафт, П.Ф. Лесгафт. Ғалымның аты ғой? Нешінші сұрақ? Жетінші сұрақ. Лесгафт, Лесгафт, Осы сұрақты таба алмай қалулары мүмкін дегенмін. Айттым, бірақ сонда да. Лесгафт. Мен білген Лесгафт. Так. Лесгафт таптыңдар, е? Спорттық топтың ең жоғары даму деңгейі не ол? Так, 13-ші сұрақ. Ең жоғары даму деңгейі? Корпорация? Жоқ, корпорация емес, шатаспаңдар. Балдарым-ау, спорттық ұжым, ассоциация, корпорация, счетов, диффузия. Спорттық ұжым, шатаспаңдар. Корпорация емес. Ол басқа ненің ұжымның несі дамуы. Спорттық ұжым, мақұл ма? Бұл жерде спорт психологиясына байланысты ғой. Сосын ше, балдарым-ау, мынандай 19-шы сұрақ бар. Диффузиялық топтар, ассоциация, корпорация бұл спорттық топтың даму деңгейлері. Спорттық топтың даму деңгейлері. Сосын спорттық топтың құрылымы деген кезде шатаспаймыз. Формальдық және формальдық емес құрылым. Формальдық және формальдық емес құрылым. Tapı жаңа 19 қой. Корпорация бұл. Формальдық емес. Сөзі 19 етім, диффузиялық топтар, ассоциация, корпорация бұл. Олар спорттық топтың даму деңгейлері. Елдос, спорттық топтың даму деңгейлері. Ал спорттық топтың құрылымы дегенге формальдық және формальдық емес құрылымды не аласыңдар, белгілейсіздер.
Сосын мына бір сұрақтан шатаспаңдаршы балдарым, 21-ші сұрақ. Оқушылардың денсаулығын нығайтуды, ақыл ой және дене шаршауын тоқтатуды, оларға жақсы көңіл күй сыйлауды мақсат ететін, бірақ спорт саласындағы жетістіктерге жетуді көздемейтін топ. Бұл ше балдарыма сендер шатасулары мүмкін. Негізі дұрыс жауабы дене шынықтыру тобы, спорттық топ деп белгілеп қойып жүрмеңдер, ішінде ол да бар. Дене шынықтыру тобы. Түсініңдер ме? Дене шынықтыру тобы жауабы. Так, енді 22-ші сұрақты табады деп ойлаймын енді. Топтағы ұжымдағы адамдардың қарым-қатынасын зерттейтін әдісті не деп атайтын еді? Қарым-қатынасты зерттейтін әдіс 26. Социометрия. Социометрия, дұрыс, социометрия. Джордж Морено авторы. Авторы да тұрады ол жерде. Джордж Морено. Зейіннің физиологиялық негізін түсіндірген заңдылық пен оның авторы. Павлов қой. Павлов қой. Сол белгілем. Павлов өзара индукция заңдылығы. Не болды? Сосын ше, 30-шы сұрақ. Спортшыларды жарыстарға психологиялық қамтамасыз етудің мазмұны. Психодиагностика. Тақырыпты шешімдерге мен сенің өтемін, сосын білмей қалама деп атқаным ғой. Психодиагностика. 30-шы сұрақтың жауабы. Мына бір сұрақ бар ше балдарыма, 49-шы сұрақта ше, мидың белгілі бір алабының зақымдануына байланысты адамның сөйлей алмай қалуы ше, соны зерттеген ғалым деген. Афазия, лурия. Жағдайы, лурия. Афазия, лурия. Афазия, лурия. Афазия, лурия. Сөзінше, аспаптарды үйреніп алыңдар балдарым ау. Зейіннің көлемін зерттейтін аспап, сезімді зерттейтін аспап, дене шаршауын зерттейтін аспап. Олар сендерге міндетті түрде керек. Бар ғой, психология ғылымының зерттеу әдістері деген тақырыпта өткенбіз оны, 2-ші тақырыпта. Жоспарда дәптерлерінде бар. 2-ші сұрақты өттік оны. Сонда айттым мен сіздерге. 4 типті айттым. Мынау не музыка? Өтпелі, қиын, салатын, бет бұрышасы деп қай жастатаймыз? Өтпелі, қиын, салатын, бет бұрышасы. Қай жас кезен ол? Қай сұрақ апай? 78. Кейін өтпелі сыналатын жас кезені. Жеткіншек сұрақ. Жеткіншек дұрыс. Не болды? Қиын сұрақ қойып тұрған жоқпын ғой. Жеткіншек. Өшімшек сендерге бар ғой. 4 саладан келейін деп тұр ғой. 4 саладан. Жалпы психология, жас ерекшелігі психологиясы, педагогикалық психология, спорт психологиясы. Осы 4 түрлі саладан келеді сендерге. Сұрақтар қиын емес. Тек жаңағы практикалық сұрақтарға абай боласыңдар. Теориялық сұрақтың жауабын онсыз да табасыңдар, мен оны біліп отырмын. Бұл жерде енді практикалық сұрақтарға шамалы не болар. Сонымен есен азынды сағат 10-да бастаймыз. Рамина, Елдос, мен азында 10-ға 5 минут қағанда, 10 минут қағанда звонить етем. Сол кезде балалардың бәрі түгел отырма. Ноутбукта, компьютерда, жағы телефонында түгел отырма. Сосын
Маған айтасыңдар, Гүлзира апай бәрі түгел отыр, мына пәленшемен хабарласа алмай жатырмыз деп. Елдос естіп жатсың ба? Иә. Елдос, Рәмина хабарласасыңдар. Барлығымен Иә. азында сағат Иә. 9-дан бастап хабарласып отырыңдар. Апай. Сосын мынандай болып жүрмесін, консультацияға кіретіндей болып. Сөйтіп, маған хабар береді, мен звонить етемін, сөйтіп өзім звонить етемін. Гүлзира апай, мынша студент отыр, мыншасы кірмей тұр деп айтасыңдар. Мақұл ма? Сосын өздері жауап беріп болыңдар. Жауап беріп болғаннан кейін түгендеп отырыңдар. Мінекей Мағжан кіріп болды. Список жасап алсаңдаршы өздеріне. Міне мынау кіріп болды, мынау кіріп болған жоқ әлі, мынау әлі жауап беріп отыр деп сөйтіп. Мақұл ма? Иә. Сөйтіп сағат где-то 12-нің кезінде мен сендерге екеуіне звонить етемін қайтар. Студенттерді бөліп алыңдар. 13-ін сен, 13-ін мен аламыз деп. Рәмина, Елдос. Иә, апай. Өйткені мен ведомство шығаруға не қылуым керек қой. Біліп отыруым керек қой сендердің қашан біткендеріңді. Иә, апай. Сосын ертеңше қайта-қайта не қыла бермеңдер, сөйлеткізе бермеңдер. Балдарға бүгін айттым, мынандай болмайды мынау. Апай, бізде осы группаға сізді қосып жіберсеңіз, айтсаңыз, маған бір группа бар. Елдос, сенің даусыңды дұрыстап естіп тұрған жоқпын. Бізде группа бар, апай үшін мұғалімдермен сізді де соған қоссақ, ертең соған барлық студент айтып отырса, мен кірдім, мен болдым деген сияқты нәрселерді. Өздерін екеуінен ақ сұрайыншы мен. Екеуінен сұрап отырамын. Мақұл ма? Енді екеуін бірақ асығып жүрмеңдер. Бірінші өздеріңдікін әбден отырып, орындап, сөйтіп болыңдар. Уақыттарыңды қарап отырыңдар, сосын әр сұраққа 1,5 минуттан. Неше сағат беріледі? Егер де арасында бар ғой, ортасында мысалға тоқтап қалған болатын болса, тоқтап қалған болатын болса, бірден маған хабар беріңдер. Өйткені сендердің мынау колледж жақтан қосады ғой. Сөйтесіңдер ғой. Сонымен ертеңше 12, нешеуміз өзі Елдос біз? 23 негізі. 23? Яғылса, Рәмина сен 11-ін ал, 12-сін Елдос алсын. Сөйтіп айтып отырасыңдар. Мақұл ма? Иә. Енді кішкене сәттілік. Мен ана кім? Ойбай, Нұрзатты, солар тауып алыңдар. Нұрзат, тағы кімдер бар еді бізде? Азамат. Еш нәрсені ойламайтын Азамат, иә. Соларға ескертіп айтыңдар, ертең азында сағат 10-да, 10-ға 5 минут қалғанда дайындалып отырасың деп ше. Суретке түсіріп жібересің. Біле ма олар? Алдында тест тапсырдыңдар ма, тапсырған жоқсыңдар ма? Жоқ, бұл бірінші. Бірінші рет па? Иә. Енді ертең Құдай қаласа амандық болса кіреміз ғой енді. Қорықпаңдар ешқандай. Дұрыстап тапсырып шығасыңдар. Мейлі, жақсы, практикалық сұрақтарды бәрін дұрыстап қараңдар. Жақсылап қарап шығыңдар. Дұрыстап беріңдер. Қалғандарына менен сөйлем айтыңдар, Гүлзира апай ренжіп жатыр, консультацияға кірмегендерде. Айтамыз. Ал істеріне сәттілік балдарыма. Жақсы. Азында Рәмина екеуінен хабарласам. Иә. Апай. Сау болыңдар, жақсы балдар. Сау болыңыз, апай. Жақсы, апай, рахмет. Сау болыңдар, жақсы. Жақсы. Жақсы, сау болыңдар балдар.
не болды звондашым мен не жүреді осы мен кеше айттық қой ортан зумға бірге апайға кіреміз деп апай деген ренжіп жатыр қызықсыңдар барып